Ama şimdi şurası katnaştılar belki. Bu transfer olsun. Beş köpür. Avrupa şeyinden beklegen başka bankaya sütüm etmeler bulama. Mat mahsulatlar boyunca kısaca transfer etmek için bize de bir vaktan mahsulatlar boyunca cümsüzlerde öz bankaya giderdi. Kimde bir yekay cümsüz buluyor. 5 milyon aşağıya şahit kreditimiz var mı? Bizneske birinci kadem. Bu жылға беріледі. Айыртылдар үшін 23%-тен, ер адам үшін 25%-тен беріледі. Мұнан кейін бизнеске көмектеген кредитіміз бар, ол 17 миллионға шейін беріледі. Жұмыссыз адамдарға беріледі, өз банкке беріледі. 48 айға беріледі, оған жаңағы проценті 23-25%. Мұнан кейін мақалла найқасы деген кредитіміз бар, ол 50 миллионға шейін беріледі. Өз банктерге деген әртүрлі өз банктердің несі бойынша кредит шығарып береді. Нақтылда практика салынып береді. Тағы басқа ондан басқа бюджет қанқаналарында істейтін кредиттеріміз бар, онлайн кредиттеріміз бар. 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жылға шейін берілетін кредиттеріміз бар. Өзіңізге сұрағаныңыз болса, қандай сұрағаныңыз болса? 50 миллионға шейін неше процент? Енді әйел адам үшін 20 одан сондай. 20 одан кейін сіз екі табелка немесе айлабек қатаналар болатын болса олар 17-19-дан беріледі. 100 миллионға шейін беріледі екі табелкаларға, айлабек қатаналарға. Айланыс қанша уақыт болды? Айланыс. Айланыс кемінде бір жыл айланыс болса, оборот болса, 100 миллионға шейін без залог несін есіп береді. 100-ден өтіп кетсе 300 миллионға шейін залог талап етеді. Айланбалар үшін 1,5 жылға беріледі. İstep шығару, қызмет көрсетуге 7 жылға шейін береді. Нақ берілді ме? 20 миллионға жаңағы өз банктерге деген нақ пұлдар береді. Ал жаңағы спермек табиғатпен шұғылданғандарға оларға өткізу жолымен береді. 20 миллионға шекенде айланыс қанша болды? Қанша уақыт болды? Ол жұмыссыз адам болса, жұмыссыз болса болды. Кепілмен беріледі. Екі тәртіптегі ма? Екі табиғаларға ол не бойынша береді. 50 миллионға шекен сол екі тәртіптегілерге беріледі? Беріледі оған. 50 миллионға шекен береді. Неше процент? Ер адам үшін 25%, 23. Әйел адам үшін 20%. Бірақ жұмыссыз болды. Жұмыссыз болу керек. Өз кемінде 2 ай жұмыссыз болу керек. Басқа тағы қандай? Ол артында кредит болады, болмайды, соған тәсір бар ма? Я скоринг шығарылады ма? Скоринг шығарылады. Скоринг мәселе бос шықты, бірақ артында кредит бар қазір. Артында кредит болмау, кредитті жауып не алғаннан кейін алады. Басқа сұрамаңыз жоқ болса, келген үшін рахмет.